Қыздар, Айша жеңгесімен бірге бізге бастаңғы жасау үшін дәм дайындап қойыпты. Қанекей, ендеше сонда барайық. О, қыздар, қош келдіңдер. Төрге шығыңдар. Қыздың орны төр ғой қашанда. Жайғасып отыра беріңдер. Келіңдер. Үлкендер бүгін көрші ауылға тойға кетті. Еркежан бастаңғы жасайым деп өтінген соң, анамыздан рұқсат алып, өздеріңізді шақырып отырмыз. Бастаңғы қазақ жастарының дәстүрлі сауықтарының бірі. Үйдің үлкендері жолаушылап кеткенде, ауылдың жастары сол үйге жиналып, бастаңғы жасайды. Бірақ бастаңғы рұқсатсыз, бақылаусыз өтпеген. Өйткені шешесі қыдырмашы болса, қызы бастаншыл болады деген сөз бар. Басқосу барысында жастар әзіл-оспақ айтысып, ұлттық ойындар ойнап, ән салып, күй тартып, әртүрлі өнерлерін ортаға салған. Амансыз ба жеңеше? Сәлем бердік сұлулар. Бастаңғының сәнін беретін сері жігіттерімізді келіпті. Жоғары шығыңдар. Ән жыр тыңдамағалы біраз болыпты, я қыздар? Ендеше бүгін ойын сауық жасап, жырдан шашу шашайық. Ал жұмеке, өнеріңді ортаға сал. Біздің ауыл текшенің етегінде ерте шықсам ауылыңай, жетемін бей сары бидай, сағынып салған әннедай. Ақтабақтан ебілтіп, бір искесем айнал соқтап қасыңнан, кетемін бей сары бидай, сағына салған әннедай. Есіктің алды талғайын, басыңда тұрмас жаздайым, қалғада еске түскендей, сағынып сондай, сары бидай әнге салған ем. Қазақ халқының тарихында дәуірлер бойы жалғасын тауып келе жатқан бұл дәстүрдің екі түрлі тәрбиелік маңызы бар. Алғашқысы үйде отырған баланың томаға тұйық болып қалмауына, елмен араласуына, замандастарымен жақынырақ танысуына жол ашу, қонақ күте білуге үйрету. Енді бірі қызды қазан аяқ ұстауға, дастархан жасай білуге үйрету. Сондықтан бастаңғыны қызы бой жете бастаған үйлер жасаған.